Күйіп кеткен бөренелер оттың қысымынан шарт-шырт сынып жатты. Ұшқындар қара түнгі аспанға шашылды. От шарпыған шағын ағаш үйдің ауласында әйел есінен танып, жан ұшыра жүгіріп жүрді. Жалыны көз жасымен толған жанарында ойнап тұрды. Ол түсініксіз айқайлап, қолын лапылдаған табалдырықтан созды. Бірақ екі көршісі оны ұстап, ішке кіргізбей тұрды. «Іште балапандарым, ұлым қалды», деп тұншыға айғайлады ол. Босануға тырысып, оның жүзі үрейден бозарып кеткен. Тұрғындар жарты шеңбер құрып жиналды. Бәрі өрт сөндірушілерге абыржып қоңырау шалып жатса, бірі шелекпен жүгіріп су шашты. Бірақ су ыстық бөренелерге тиімсіз буға айналғандай кетіп жатты. Ел үрей мен үмітсіздікпен бір-біріне қарады. Үйге кіруге бата алмады. Жалын терезеден шығып, ыстығы алыстан-ақ күйдірді. «Райхан, бара көрме», деп айқайлады көршісі әйелді ұстап тұрып. «Өрт сөндірушілер қазір келеді». Бірақ ана үшін әр секунд мәңгілікке тең еді. Ол тағы да есікке ұмтылғанда шарбақтан шапшаң бір бейне көрінді. Берік аулаға желдей ұшып кірді. Бұл ескі футболкаға киген, жүзі кірге боянған, арықтау 17 жастағы бозбала еді. Ол аз ғана бұрын сарайда велосипед жөндеп жүрген. Айқай ести салысымен Берік ойланбастан жүгіріп келді. Бір көрші оның қолынан ұстап қалуға тырысты. «Тоқта балам, барма». Бірақ Берік сытылып шықты. Есіктің ойығын жалын шарпығанымен ол әлі айқара жабылмаған еді. Бала еңкейіп ішке кіріп, түтінге сіңіп кетті. Іште тозақтай болды. Дем алуға ауа жоқ. Өткір түтін тамағын қарып барады. Берік жөтеліп, аузын шынтағымен жапты. Асы жақтан түскен әлсіз жарықпен ол тар дәлізді көрді. Сол жақта от лапылдап, әрине пеште сым тұратын. Шытырлаған дыбыс арасынан әлсіз жылаған үн естілді. «Міне, осы жерде», деп ойлады ол. Берік дыбыс шыққан жаққа еңгие жүгірді. Төбеден от шалған жаңқалар түсіп жатты. Оң жақтағы шағын бөлмеде бесік көрінді. Жалын әлі жетпегенімен қою түтін төбеге жайылып тұрды. Берік кішкентай бала қимылдап әлсіз жылады. Берік оны құшағына алды. 2 жас шамасындағы сәби еді. Ол баланы көкірегіне қысып, жүзін футболкасымен жауып қорғады. Артқы дәлізбен қайту қауіпті. От жалынды бөгеген. Берік сонда терезеге ұмтылды. Ескі үйдің терезесі жақтаулары жеңіл болатын. Ол иығымен қағып ашты. Терезе айқара ашылды. Таза ауа кірді. Оттегіден жалын арт жағында тіпті күшейе түсті. Берік ойланбастан аяғымен маса торын теуіп сындырып, таза адреналин күшімен баланы құшақтап сыртқа шықты. Үйдің қабырғасының жанында біреулер оны қағып алды. «Бер, балақайды мұнда бер», деп қуанышты дауыс дірілдеген әйелдің айқайы естілді. Берік баланы сенімді қолға тапсырды. Анасы ұлын құшақтап, көз жасына булығып, бауырына басты. «Тірі, Құдайым-ау, тірі ғой», деп баласының кірге боялған жүзінен сүйді. Өзі болса сыртқа шыққан сәтте тізерлей отыра кетті. Аяғы ұстамады. Бүкіл денесі үрей мен әлсіздіктен қатты дірілдеді. Ол өртеніп жатқан үйден сәл әрірек жылжып салқын ағаштың діңіне арқасын сүйеді. Тек енді ғана Берік иығындағы күйдірген ауырсынуды сезді. Әрине ол терезеден өткенде күйіп қалған сияқты. Құлағында шыңылдаған дыбыс тұрды. Бірақ оның арасында толқу дауыстары естілді. «Жігітті дәрігерге тезірек, батыр, нағыз батыр». Әр дем алған сайын тамағы қарып барады. Түтінге тұншыққан еді. Көзі бұлдырап тұрды. Бірақ Берік әлі де өзіне қарай жүгіріп келе жатқан адамдарды көрді.
Осы сәтте баласын құшақтап жылап тұрған әйел еңкейіп қарады. Ерні шыбырлап тұр. Ол алғыс айтып жатқан сияқты. Костюм киген біреу, бәлкім баланың әкесі, Берікке беттен шапалақтап, есін жиғызбақшы болды. Жігіт күлімсіреуге тырысқанымен әлем тұманды жүзіп бара жатты. Ал кеудесін жөтел қысты. «Шыда балам, бәрі жақсы болады», деді үстінен бір ер адам дауысы. Оған бұл сәтке марқұм әкесінің үні естілгендей болды. Бірақ жоқ. Бейтаныс ер адам оның қолын қатты қысып тұрды. «Рахмет саған бауырым, тек шыда». Аулада тұрған шамның жарығы Берік үшін өрттің алауымен қосылып, ол есінен танып кетті. Ауруханада көзін ашқанда әлі қараңғы еді. Күйген иығы таңғыштың астында сырқырап тұрды. Әр дем алған сайын кеудесі ауыр көтерілді. Жанында бірден құтқарылған баланың анасы пайда болды. Ол жылап Берікке алғыс айтып, қолын бетіне басты. Баланың әкесі толғуын әрең жасырып, кез келген көмегін, ақшасын, оқу ақысын төлеуді ұсынды. Бірақ өр мінезді жігіт бас тартып тек өзін уайымдамауды сұрады. Бір-екі күннен соң Берік ауруханадан шықты. Өмір өз арнасына түсті. Сол түнді еске салынғанда иығындағы тыртық пен аудандық газеттегі жас батыр туралы шағын мақала ғана есінде қалды. Ол оқиғаны ұмытқысы келді. Кейде түсінде ғана өрт қайта оралатын. Міне арада 10 жылға жуық уақыт өткенде ол жұмысқа орналасуға бара жатты. Жылдар өрт сөндіру көлігін көргенде сол естеліктер тізбектеліп ойына оралды. Жаздың кешкі таңы еді. 28 жастағы Берік 2 қабатты әкімшілік ғимаратының алдында тұрып, қолындағы ескі портфелін уайыммен қысып тұрды. Ол тағы да мекен жайды тексерді. Бәрі дұрыс. Бүгін оның мүмкіндігі шешілмек. Жиһаз фирмасына, инженер-технолог қызметіне әңгімелесу. Шалғай ауылда өсіп, әрең дегенде техникумды бітірген Берік үшін бұл үлкен сәттілік еді. Жиған тәжірибесі аз, танысы жоқ, жұмыс табу оңай болмайтыны белгілі. Бірақ ол білім мен еңбекқорлығына сенді. Күн қызарып тұрды. Берік маңдай терін сүртті. Ескі көлігінде жылтырата тазалағанымен тозған туфлиінде ол қарапайым көрінді. Бірақ сұр көздерінде қайсар от ешқашан үмітін үзбейтін жандан қартты. Осы жылдар ішінде Берік жүкшіде болды, слесарьде болып жүрді. Күнделікті табыспен ғана күн көрді. Өрттен соң ауруханадан есін жиған кезде ол 2 күн жергілікті жұлдызға айналған еді. Бірақ марапатты қабылдамай, ғажайып күтпеді. Ол тағдырын өзі құру керек екендігін түсінді. Қабылдау бөлімінде жаңа піскен кофенің және қымбат парфюмнің иісі аңқып тұрды. Қабырғада үлкен сағаттар жұмсақ қана тықылдап, ұзақ минуттарды өлшеп жатты. Әкімші хатшы шашын қатты түйген жас қыз Беріктен бірнеше минут күте тұруын өтінді. Ол тік отырған, сабыр сақтауға тырысқанымен іші удай қысылды. Бұл хабарландыру бойынша келген 3-ші реттік сұхбаты еді. Бұрынғылары нәтиже бермеді. Әр жерде тәжірибе талап етті немесе мықтырақ үміткерлері табылды. Берік осы жолым болады деп үміттенді. Берік Тасқынұлы, деп хатшы қыз дауыстады. Өтінеміз, директор қазір қабылдайды. Ол қолының терлеп кеткенін сезіп, орнынан көтерілді де, кең ашық есіктен кең кабинетке кірді. Мұрынға ағаш пен былғарының жеңіл иісі келді. Бөлме мықты жиһаздың жылтыр плиталардың хош иісіне толы еді. Қабырғада бірнеше сурет ілінген. Үлкен үстелдің жанында папка мен кітапқа толы сөрелер тұрды. Директор өзі терезеге алдында телефонмен сөйлесіп тұрды. Қадамдары естігенде ол қысқа ғана айтты. «Я, кейін қайда хабарласам». Құлаққапты қойып, қонаққа бұрылды. «Отырыңыз жас жігіт»,
деді сенімді дауыспен. Директор 50 шамасындағы еңселі қымбат костюм киген адам болып шықты. Оның жүзі Берікке бір түрлі таныс көрінді, бірақ қайдан екенін бірден есіне түсіре алмады. Директор кірпік қақпай жігітті шолып шықты. Сонымен инженер-технолог қызметіне келдіңіз бе? Берік мырза. Ол үстелдегі құжаттан фамилиясын оқыды. Өзіңіз туралы қысқа айта қойыңыз. Берік қинала жұтынды да анық сөйлеуге тырыса бастады. Мен техникалық колледжді ағаш пен металл өңдеу мамандығы бойынша тамамдадым. Ірі компанияда тәжірибем жоқ, бірақ үйренуге дайынмын. Соңғы жылдары шеберханада істеп, өзім жаңа дағдыларды меңгеріп жүрмін. Ол сөйлеп тұрды, бірақ іштей әлгі адамды бір жерден көргенде бола берді. Абыржып Берік көзін төмен түсірді де үстелдегі 2 фотосуретті байқады. Бірінде шамамен 12 жастағы күлімсіреген бала мен әйел, сірә директордың ұлы мен жұбайы. Екіншісінде газет қиындысы. Жасөспірім жігіт өртеніп жатқан үйден баланы көтеріп шығып барады. Арық, шашы қобырап кеткен, кір футболкада. Берік бірден ұқты, ол өзіне қарап тұр. Дәл өзі, өткен шақтағы бейнесі, уақытқа қатып қалған келбеті. Жүрегі бір сәтке тоқтап, кейін қатты дүрсілдеді. Фотода өзі, 10 жыл бұрынғы өзі, қолында сол сәбиgeмен. Және менің біліктілігім сіздің фирмаға сай келеді деп ойлаймын, деді ол, жаттап алған сөзін әдеттегідей аяқтап, бірақ көзін суреттен алмады. Директор оның абыржуын байқап, қарасын қадағалады. Сіз менің отбасы суретіме қарап тұрсыз ба? Деп жылы сұрады. Берік басын изеді, аузы кеберсеп кеткенін сезді. Тілі таңдайына жабысып қалғандай. Я, кешіріңіз, жай ғана. Директор орнынан сәл көтеріліп, бірде Берікке, бірде суретке қарады. Сіз бұл суреттегі жігітті танисыз ба? Берік зорға тіл қатты. Білем, бұл суреттегі мен сол жігітпін. Бөлмеде үнсіздік орнады. Терезеден күн сәулесі төгіліп тұрды. Ауада ұсақ шаң тозаңдары баяу қалқып жүр. Директор үстелді айналып өтіп, Беріктің жүзіне жақындай қарады. Көзінде таңданыс пен толқу айқындала түсті. Бұл мүмкін емес, деді ол ақырын. Сен сол құтқарушысың ба? Берік тізесі дір ете түсті. Ол еріксіз орнынан тұрды. Ал сіз әлгі баланың әкесісіз ғой. Директор басын изеді. Жүзі эмоцияға толды. Ол қолын созды, бірақ кенеттен райынан қайтып, бір адым жасап Берікті құшақтай алды. Берік, құдайым-ау, қанша жылдан бері сен жайлы ештеңе естімедім. Берік абдырап бұл тосын құшақтауды қабылдады. Директор тез есін жиып оны жіберді де қайтадан мұқият қарап шықты. Міне тағдыр, сен ержетіпсің. Бірден танымай қалдым, бірақ сол көздер, сол күйі, сен менің ұлымды құтқарғансың. Сен біздің отбасымызды құтқардың, деді ол, тебірене, дерлік салтанатты үнмен. Берік әлі де мұның шын екеніне сенбеді. Ол сәл жымиып, ұлыңыздың аман болғанына қуаныштымын. Шынымды айтсам, сіздің мені әлі есіңізде ұстап жүргеніңізге таңмын. Директор басын шайқап, көзінен жас жалт етті. Мұндайды қалай ұмытуға болады? Ол суретті мен үнемі жанымда сақтап келемін. Сол кезде сені әрең аман алып қалды. Ауруханада сен өлім аузынан қайттың. Кейін іздеп бардым, бірақ сені әлдеқашан шығарып жіберіпті. Газет арқылы іздедім, бірақ тек көшіп кеткеніңді ғана естідім. Берік өрттен кейін өзімен анасын ауылдан шынымен көшіп кеткенін есіне алды. Оның өзін біреу іздегенін де білмейтін. Мен сіздің іздегеніңізді ойламаппын, деді Берік абдырап. Ол кезде сіз көмек, ақша ұсындыңыз, бірақ мен бас тарттым. Мүмкін ренжіген шығарсыз. Жоға, деді директор ыстық үнмен. Сенің намысыңды түсіндім, бірақ осы жылдардың бәрінде өзіңді қарыздар сезіндім. Міне тағдыр маған қарызымды аз да болса өтеуге мүмкіндік берді. Ол тік тұрып, маңдайынан қағып қойды. Біз
Неге бөтендерше тұрып қалдық? Кел отырайық, сен де мен де әлі абдырап отырмыз. Сәл ғана, деп маңдайында Берік қайтадан орындыққа жайғасты. Қолда дірілдеп тұрды. Ол саусақтарын тізесінің астына жасырды. Директор су құйып стаканды ұсынды. Рахмет, деді Берік, шөлін қандыра жұтып. Шынында да тамағы кеуіп кеткен екен. Ер адам қасына көрші орындыққа отырды да Берікке жылы жүзбен қарады. Айтшы, осы жылдар бойы қалай өмір сүрдің? Немен айналыстың? Мен сенің марапаттан да көмектен де бас тартқаныңды білем. Сен жасырын супер қаһарман емессің бе? Берік қысылып жымиды. Жоға, қандай қаһарман болайын? Аздап оқыдым, жұмыс істедім, анама көмектестім. Оның жауабынан кейін аз ғана үнсіздік орнады, бірақ ол ауыр емес еді. Екеуі де тағдырдың тосын сыйын іштей қорытып отырды. Қабылдау бөлімінің ар жағында әлдекім телефон арқылы сөйлесіп тұрды. Ал мына кең кабинетте уақыт тоқтап қалғандай болды. Ақыры директор креслоның шынтақтысына шапалақпен ұрды. Қане, ресмилікті қояйық, сен деп сөйлесейік, деді. Маған сен бөтен емессің. Мен сол баланың әкесімін. Атым Қасым, бірақ сен үшін жай ғана Қасым болайын. Беріктің көзі шарасынан шықты. Жақсы, Қасеке. Директор қолын жай ғана бұлғады. Жай ғана Қасым де. Ендеше сен бізге жұмысқа келдің ғой. Ол күлімсіреп қолын жайды. Әлі күнге дейін сен алмай тұрмын, тағдырдың өзіңді осында әкелгеніне. Берік басын изеді. Иә, мен мамандығым бойынша жұмыс іздеп жүредім. Бұл сіздің компанияңыз екенін білмедім, бірақ білген күнде де келетін едім, деп шындықты қосты. Себебі сіз сол кезде менің оқуыма көмектеспек болдыңыз, демек менен бірдеңе шығады деп сендіңіз. Қасым креслоға шалқая отырып ықыласпен таңданды. Жүзі әр сәт сайын нұрлана түсті. Жұмыс сенікі деп есепте, деді ол нық дауыспен. Сенде білім бар, бірақ ең бастысы батылдық пен жүрек бар. Бізге дәл сондай адамдар қажет. Берік қызарып, тынысын жеңіл шығарды. Рахмет, сенімді ақтауға тырысам, деді. Сенем, бірақ менде саған арнайы ұсыныс бар, деді Қасым. Сен технолог болып келдің, бірақ сенен үлкенірек мүмкіндік көрем. Сені өзімнің көмекшім етіп алғым келеді. Басқару үйретем, жалақыда, жағдайда ең жоғары деңгейде болады. Қалай қарайсың? Берік тынысы тарылып қалды. Мен не айтарымды да білмей тұрмын. Әрине, қаласам, бірақ сіз бұған шынымен сенімдісіз бе? Қасым жымиды. Сенімдімін, сенің қолыңнан келеді. Ал жетіспегенін біз үйретеміз. Бұл сөздер Беріктің көзіне жас алдырды. Бір сағат бұрын ғана қатардағы қызметке іліксем деп үміттенсе, енді тағдыр күрт өзгеріп шыға келді. Ол көзін төмен түсіріп, толқуын жасырды. Қасым оны байқап әңгімені басқа арнаға бұрды. Жүр, біреумен таныстырам. Сол бала есіңде ме? Қазір ол 12 жаста. Бүгін лагерден кейін офиске соға кетеді. Ол орнынан тұрып, Берікті өзімен бірге жүруге ишарат жасады. Берік әлі де болған жағдайларға сенбей орнынан көтерілді. Қолы еріксіз ескі көйлегінің жағасын түзеді. Алақаны мұжылған портбелін бетін сипап өтті. Кенет өзінің қарапайым кейпінен қысылып қалды. Бірақ Қасым ойын оқып қойғандай. Жұмысқа костюм де алып береміз, уайымдама, деді ол достықпен көз қысып. Екеуі қабылдау бөлмесінен шықты. Хатшығыз директор мен қонаққа таңырқай қарады. Бастықтың жүзі шамадан тыс жарқырап тұр еді. Дәліз бойымен арқасында сөмке асынған арықша бала жүгіріп келе жатты. Арман, дауыстады Қасым. Мұнда келші. Осы кісіні танисың ба? 12 жастағы бала әкесінің қасына келіп, қысылып аяғын кезек басып тұрды. Үлкен қоңыр көзімен Берікке қарады да кенет таңырқап, аузы ашылып кетті. Бұл сол өрттен құтқарған ағасыз ба? Әкем газеттен сіздің суретіңізді көрсеткен. Берік жымиып қойды. Жоқ, өрт сөндіруші емеспін.
жай өтіп бара жатқанмын. Қасым ұлының иығынан қолын созды. Міне, біз саған айтып жүрген Берік осы кісі. Ол сені кішкентай кезіңнен құтқарып қалған. Бала бірден жадырап, кең күлімсіреп, Беріктің мойнына асыла кетті. Берік тосыннан сәл теңселіп қалды, бірақ дереу құшақтап арқасынан қағып қойды. Тағы да тамағына тығылған көзінің жасын көрсетпеді. Ал батыр шыда, деді ол ішінен, жыламауға тырыс. Қасым бұл көрініске жасырмай қарап тұрды. Көзінде жас мөлдіреп тұрса да, жүзінде қуанышты күлкі ойнады. Қалтасынан орамалын алып, қаттырақ мұрнын тартты. Міне кездесу. Әлі күнге дейін сене алмай тұрмын, деді ол қарлығып. Жә, жүріңдер, бірге тамақтанып, осы сәтті атап өтейік. Берік ешқандай қарсылық жоқ. Бүгін менің мерекем. Қаншама жылдан кейін өзіме өмір сыйлаған адамды таптым. Берік сөз таба алмай тек басын изеді. Ол жымиып тұрған арманды 10 жыл бұрын жалын арасынан құтқарып қалған сол баланы иығынан құшақтап, жүрегінде баяу көтерілген тыныш қуанышты, шынайы бір рахатты сезінді.